Сәлем достар, қал-жағдайларыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге өзімнің заказға жасап жүрген блинчиктеріммен, яғни қазақша айтқанда құймақтарымның рецептімен бөлісетін боламын. Мен өзім заказға осындай блинчик, қаттама, түшпәра, бауырсақ барлығын жасаймын. Сондықтан бұл рецепт өте менің тәжірибемде сыналған рецепт болғандықтан барлықтарыңызға ұсынамын. Менімен бірге сіздер де жасап көріңіздер. Ал біз блинчигімізді бастаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқаны осылай құрғақ ыдысымызға жарып аламыз. Оны кішкене араластырып, үстінен тұз және де қантымызды салып, жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Араласқан массамыздың үстінен сұйық майымызды құйып, және де тағы араластыратын боламыз. Енді үстінен жылы сүтімізді құямыз. Сүтті барлығын бірден құймай, кішкене сүт құямыз. Сүттен кейін ұнды бөліп саламыз. Солай сүт, ұн қылып, екеуін араластырып салатын боламыз. Міндетті түрде венчик қолданыңыздар, немесе мен сияқты осындай миксердің ұшын алып пайдалансаңыздар болады. Қамырымызды біркелкі етіп, ешқандай түйіршік қалдырмай, дәл осындай қылып араластыратын боласыздар. Қалған ұндарыңызды жаймендеп салып, ешқандай түйіршік қалдырмай, жақсылап тұрып араластырасыздар. Ұнымызға содамызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Қамырымыздың үстіне қайнап тұрған суымызды құйып, жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Дәл осындай сұйық масса болады. Қараңыздар, осылай сұйық болып, ешқандай түйіршіктер қалмау қажет. Менде осындай блинчик пісіруге арналған таба қызған отта қыздырып алдым. Сосын блинчигімізді, яғни қамырымызды алып, табамыздың ортасынан бастап құйып, шет-шетіне дейін жағатын боламыз. Осылай отқа қоямыз, және де шеті қызара бастаған кезде келесі бетіне аударатын боламыз. Дәл осылай келесі блинчиктерімізді де кезек-кезегімен пісіріп алатын боламыз. Міне қыздар, менің тапсырысқа жасап жүрген блинчиктерім дайын болды. Өте жұмсақ, жыртылмайды ешқандай. Дәмі де өте ерекше болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де менің каналыма подписация етіп, қоңырауша батырмасын басып, менің жаңадан салған видео рецепттерімді әрқашанда тамашалап жүріңіздер. Алдағы уақытта да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Дәл осы рецепт бойынша блинчик жасасаңыздар, 40-50 штук блинчик шығады. Яғни табаларыңыздың көлеміне байланысты әртүрлі шығады. Менде 20 см диаметрдегі таба болғандықтан менде 50 штук блинчик шығады.